Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 25-ші сабақ. Бүгінгі тақырып білім керек бәріне. Бүгінгі сабақта өлеңді мәнерлеп жатқа оқи аласың. Бірінші тапсырма мақалды түсіндір. Оқусыз білім жоқ, білімсіз құның жоқ. Бұл балалар білім өмірдің қажеті, ал оны оқу арқылы ғана аламыз. Келесі тапсырма өлеңді тыңда. Білім керек бәріне. Қара бұлды басқарып, көк жүзіне самғасам, тауды бұзып тас жарып, мұхиттарды жалғасам, таңдандырар бар еді. Ғажап үйлер сала алсам, жасартатын әжемді дәріде ойлап таба алсам. Сырлары көп ғылымның, шешілмеген әлі де, тереңдігі білімнің керек екен бәріне. Фариза Оңғарсынова. Үшінші тапсырма өлеңге сүйеніп адамға білім не үшін керек деген сұраққа жауап беріп көр. Кемені басқарудан бастап ғажайып үйлер салуға, дәрі-дәрмек ойлап табуға дейін бәріне білім қажет екен балалар. Ғылым мен тәжірибе арқылы өмірдегі қиындықтарды шешуге болады. Төртінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы түсінігіңді айт. Фариза Оңғарсынова ақын, аудармашы. Ол 1939 жыл мен 2014 жыл аралығында өмір сүрген. Атырау облысы Исатай ауданы Манаш ауылында туған. Көптеген жыр жинақтардың авторы. Үйім менің отаным және тағы басқа жыр жинағы балаларға арналған. Келесі 5-ші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Білім. Білім деген байлық бар. Еш байлық оған жетпейді. Жасыңды оқып жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өртіңе ол күймейді, ұрылар да тимейді. Жатып ішер жан бастап, жалқауды ол сүймейді. Келесі 6-шы тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы түсінігіңді айт. Өтебай Тұрманжанов, балалар жазушысы, аудармашы. 1905 жыл мен 1978 жыл аралығында өмір сүрген. Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Балаларға арналған Қарлығаш, Жауқазын және тағы басқа жыр жинақтары бар. Соңғы тапсырма білім сөзін қай бағанға жазасын, ойыңды түсіндір. Әр бағанға 5 сөзден жаз дейді балалар. Бұл жерде жарық және қараңғы. Біз жарыққа білім жолды көрсетеді, түсіндіреді, ойды ашады және күш береді екен. Ал қараңғы бұл білімсіздік, адасу, жолы болмайды, түсінбеу және қиындық. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.